Баршаңызға сәлем қыздар, бүгін сіздерге көкпияз қосылған қаттаманың рецептімен бөлісемін. Мен бұл рецепті сатылымға шығарып жүрмін. Bir дана да қалмайды. Жасап көріңіздер, видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет газдалған сусын, 82% сары май, жоғары сұрыпты ұн, көкпияз, тұз және жұмыртқа қажет. Ең алдымен шұңғылдау кең ыдысқа минералды суымызды өлшеп қойып аламыз. Қажет мөлшерлерді описание бөліміне және комментарийге қалдырып кетемін. Сол жерден қарап, міндетті түрде мөлшермен жасап көріңіздер. Минералды судан кейін тұз және жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Осы кезде реакция болып, біздің минералды суымыз көпіреді. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыздар. Алдын ала таразыда өлшеп алған ұнымызды ақырындап сала отырып, орташа жұмсақтықта қамыртымызды иілеп аламыз. Ұнның барлығын бірден салып жіберсеңіздер, қамырыңыз бірден қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін ақырындап сала отырып қамыр иілеңіз. Қамырдың июін қандырып, жақсылап басып илеңіз. Сол кезде қаттамаңыз өте дәмді әрі қыдырлақ болып шығады. Қамырымызды илеп болғаннан соң бетін салфанмен жауып, тоңазытқышқа 15 минут көлемінде қалдырамыз. Бұл аралықта біз көкпиязымызды турап, дайындап, сармаймызды ертіп алуымыз керек. Егер сіз қаттаманың сәл тұздылау болғанын қаласаңыз, көкпиязға кішкене тұз салсаңыз болады, немесе салмай қойсаңыздар да болады. Ал сармайға келетін болсақ, міндетті түрде 82%-дан төмен болмау керек. Сол кезде арасына жақсы сіңіп, қатпарлары анық-анық болып, әдемі болып шығады. Ал енді қамыр жаюға кірісеміз. Қамырды жаюда алдымен қолды осылай басып жақсылап июін қандырамыз. Егер қамырды енді жайып үйреніп жүрген болсаңыз, ең алдымен қамырды қолдың күшіменен басып алыңыздар. Содан кейін қамырдың екі шетінен баса отырып жайыңыздар. Ортасын мүлдем басуға болмайды. Ортасы онсыз да басылып жұқа болып кетуі мүмкін. Екі шеті қалың болып қалып қалады. Сондықтан қамырдың тек екі шетінен баса отырып айналдырып жайып алыңыздар. Сол кезде қамырыңыз бір келкі әдемі жұқа болып шығады. Қамырды жайып болдық, енді ерітіп алған сармаймызды бір келкі етіп тегіс жағып аламыз. Содан соң көкпиязымызды бір келкі етіп сеуіп аламыз. Ал көкпиязымызды сеуіп дайындап алдық. Енді пышақпенен дәл осы видеода көрсетілгендей ұзын-ұзынша етіп кесіп дайындап алуымыз керек. Қазір біз бұл кесіп алған қамырларды бір-біріне орап, қаттаманың слойларын шығаратын боламыз. Бір шеттен бастап орап бастаймыз. Міне видеода көрсетілгендей жақсылап орап алуымыз керек. Қатты тығыздаудың қажеті жоқ. Жеңіл желпетіп орап шығамыз. Одан кейін осылай үстінен бір басып дайындап аламыз да 1-15 минут көлемінде тоңазытқышқа қалдырып, содан кейін жаюды бастаймыз. Егер сіз қаттаманы сатылымға шығаратын болсаңыз, салмағын 150-180 граммнан шығара берсеңіз болады. Бұл рецепті арнайы мастер-класста үйренгенмін, сондықтан ойланбай, қорықпай сатылымға шығарсаңыз болады. Дәмі өте керемет болады. Бір жеген адам қайта-қайта сұрап жейтін болады. Содан кейін қаттаманы жайған кезде қалың қылмай, жұқа етіп жайсаңыз, өте қытырлап, слойлары өте анық көрініп, керемет болып, дәмді болып шығады. Қаттаманы пісіру үшін табаға 2-3 ас қасық майды құйып, табаны қыздырып, қаттаманың екі жағын жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Табаны қатты қыздыруға болмайды. Егер табаны қатты қыздыратын болсаңыз, қаттамаңыздың арасы піспей, бірден қызарып, арасы шикі болып қалады. Сондықтан баяу отта асықпай, екі жағын қызартып пісіріңіздер. Видеода көріп тұрғандарыңызға қаттама өте қытырлап, өте дәмді болып шықты. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.